Сәлем достар, сіздермен бірге мен әдеттегідей қызы Дарк, ал бүгін екі достырайқа обзор жасайтын боламыз. Осы бала Мақсат Ыдырыс деген бала маған кеше айтыпты, самолеттен түсетінді қалай шығардың обзорды түсірші дейді. Ал бүгін түсіретін боламын. Кеттік. Достар, ең бірінші мұны одиночная игра дегенді басамыз. Сосын выберите карту деген забот дегенді басамыз да осы жерді таңдаймыз. Қандай жер керек, соны таңдап аласыздар. Ал сосын тип игры деген бар ғой, сол ойынның нұсқасын алсын деп. Каждый за себя деп тұрады. Ал королевская битва деп қойсаңыздар, ұшақтан түсетіндей болады. Айтпақшы достар, қалай орысшаға қойдым дейді бағана Мақсат Ыдырыс деген. Мен былай қойдым. Менікі сотканың тілі орысша ғой. Сосын ол орысшаға айналды. Ал сіздерде қазақша болып тұрса, ол ағылшынша болады. Дұрыс алыңыздар. Количество ботов 50 қыламыз. Ол максималды. Ал мына жерде леко деген жеңіл болады. Боттардың несі қырылатыны. Олар нормально атады. Терминатор болса, олар мықты атады. Олардың қыпысы 200 масында болады. Ал ойнап көреміз. Өйстіп ойнайсыздар. Түсіп, ұшақтан түсіп. Ал енді екіншісі Wi-Fi дегенді енді осы жердегі бар ғой, команданың игра өте көп мықтылар бар. Ең бірінші королевская битва деген өте мықты. Ал енді Wi-Fi онлайн игра дегенді басамыз. Сосын создать игру. Сосын осы жерден нелерді жасайсыздар. Ойын жасайсыздар ғой, как ойын жасайсыздар. Мобильный точканы қосып, егер де сіздердің үйлеріңізде Wi-Fi жоқ болса, мобильный точканы қосып ойнай беруіңізге болады. Ал бар болса, онлайн создать игру дегенді басып, ойынды жасайсыздар. Соң ойнай бересіздер. Онлайн подключаться дегенді басасыздар. Ал Wi-Fi подключаться соны басып тұрып Wi-Fi-ға қосыласыздар. Келесі соткадан қосыласыздар. Сонымен 2 адам ойнай алады. Осы екі страйк дегенді. Осыны басамыз. Онлайн подключация деген бағана онлайн ойынды создать етіп, басқа соткамен ойнауға болады. Өте керемет ойын. Ал мына жерден картаны, өзіңіздің кез келген картаны жасайсыздар. Создать карту дегенді басып, мына жерден қалағандарыңыз бас создать ете саласыздар. Міне жердің көлемі. Енді келесі настройка кіреміз. Настройка. Мына жерден өзіңізге таңдап аласыздар. Ана 5:00 деп тұр ғой, сол жерден уақыты ғой, қырланның уақыты ғой, сол тұрады. Ал мына жерден дұрыстап аласыздар, өздеріңізге керегін өстіп өтіріп дұрыстай саласыздар. Ма өзіңізге ыңғайлы болсын. Енді дұрыстай саламыз. Сын сақтау үшін назад дегенді басамыз. Назад тағы. Профиль дегенді басып, мына жерден лигім бар, аккаунтым солар тұрады. Солар тұрады. Сосын друзья дегенге кірсек, друзья дегенді бассақ, мына жерден достарыңыз тұрады. Мои друзья дегенде достарыңыз тұрады. Менде офлайн отырмын қазір, сондықтан көрінбейді. Запроси на дружбу, сізге біреулер нестесе, дружба тастаса, соны контакт. Найти друзья, мына жерден достарыңызды тауып алып, соларға дружба тастайсыздар. Плюс дегенді басып, дружба тастауға болады оларға. Да, болады. Енді группы дегенді басамыз. Группы дегенді басып, қазір енді сообщение дегенде группа сообщение. Ал мына жерден лидерлер, бүгінгі лидерлер, сонымен ID бар тұрады. Ал мына жерде новости болса,
өзі 2 дистрайк жаңалықтарын беріп отырады. Осы жерден соны қарап, мынандай өзгерістер болды дегендей нелер тұрады. Ал выход дегенді бассаңыздар, өзі ойыннан шығып кетеді. Міне шығып кетті менде. Қайттан кіремін бәрібір. Сосын ойнай бересіздер, рахаттан отырып ойнай бересіздер ғой. Боттармен ойнайсыздар ма, шын адамдармен ойнайсыздар ма, біреудің ойынына кіресіздер ма, әлде достарыңызбен ойнайсыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Мен осыдан енді ойнағым келеді, достарыммен ойнаймын деген ойдамын. Ойнап жүрмін қазір бір досыммен. Ал сіздермен бірге болған мен Қызылдарк. Сау.